Жақсы бір тәсілді көрсетемін. Барлығы түсінікті болу үшін видеоның соңына дейін көріңіздер. Біз онлайн менеджер болып жұмыс жасаймыз. Оны телефон арқылы да және ноутбукпен де жасай аласыздар. Енді біз Offerum сайтымен жұмыс істейтін боламыз. Қазір барлығын толықтай түсіндіремін. Әзірше осы видеоға лайк басып, каналға подписка жасауды ұмытпаңыздар. Бұл сайт 2017 жылдан бастап жұмыс істеуде. Ең мықты CPI сайттардың бірі болып есептелінеді. Әзірше бізге регистрация жасау керек веб-мастер ретінде. Енді регистрация басамыз. Өздеріңіздің аты жөндеріңізді жазасыздар, имейлдарыңыз, одан кейін телеграмның никнейм жазу керек болады, ары қарай пароль, зарегистрироваться басасыздар. Міне достар, мына жерде кішігірім статистика бар. Қазіргі кезде 2144 оффер бар екен, және де 60 елмен жұмыс істеуде. Осы бір жылдың ішінде 11 миллиард товар сатылған деп айтуымызға болады. Регистрация жасап болғаннан кейін үстінде бізде оффері деген бар, соны таңдайсыздар. Астында бізде страна деген жерге Қазақстанды таңдаймыз, ары қарай категория бар. Бұл жерден де өздеріңізге керектісін таңдауға болады. Мысалы TikTok жайлы бар, финансы бар, мен мысалы другой дегенді таңдаймын. Сіздер де осыны таңдағандарыңыз дұрыс. Одан кейін ең астына былай түсіретін болсақ, мына жерде бізде көрсетілген Яндекс.Еда Қазақстан деп тұр. Выход на работу Қазақстан бойынша бір действияға, яғни бір әрекетке 2300 рубль ақша төлейді екен. Оны сіздерге жаңа көрсеткен болатынмын. 2300 рубль ол дегеніміз 13608 теңге. Енді осы жерден қалай ақша табамыз? Яндекс.Еда Қазақстан деп жазылып тұр. Өздеріңіз білесіздер, бізде Яндекс поисковик бар, Яндекс такси бар, әрбір Қазақстанның қаласында бар, және де Яндекс.Еда, яғни тамақтарды үйге заказ беруге болатын сервис деп айтуымызға болады. Қазіргі кезде Астана қаласында бар, Алматы қаласында бар. Енді біздің ақша табуымыз әрбір курьерларды осы сервисқа тапқанымыз үшін бізге 2300 рубль ақша төлейді екен. Жалпы біз онлайн менеджер ретінде жұмыс жасаймыз. Мысалы, көптеген студенттер бар жұмыс істеп жүрген. Соларға егерде біз осы жердегі өзіміздің ссылкамызды берсек, олар жаңағы сол ссылкамен өтіп регистрация жасап осы Яндекс.Еда компаниясына жұмысқа тұрған жағдайда бізге күніне 2300 рубль ақша табуға болады екен. Сіздер күніне бір жаңа курьерді табу өте қиын емес деп айтуға болады. Кейбір адамдар мысалы күніне 2 курьерді да таба алады. Қазір көрсетемін қалай ақша табуға болатынын, қалай жұмысқа тұрғызуға болатынын, соның барлығын. Сондықтан да видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Осы жерде регистрация барлығын жасап болғаннан кейін сіздерде подключить деген кнопка болады, соны басасыздар. Мен оны қосып қойғанмын. Ары қарай создать поток дегенді басамыз. Одан кейін осы жерде поток 1 деп жазылып тұрады. Площадка по умолчанию қала береді. Оффер Яндекс.Еда Қазақстан. Мына жерде создать поток деп тағы бір рет басатын боламыз. Міне достар, біздің ссылкамыз дайын, ешқандай қиындығы жоқ. Менің артынан осылай қайталаған кезде осылай сіздерде де шығу керек. Осы жерде көріп тұрғандарыңыздай сіздердің өздеріңіздің жеке ссылкаларыңыз пайда болды. Оны скопировать деп аламыз. Міне достар, жаңағы ссылканы мен ашқан болатынын осы жерде жазылып тұр: работа курьером по доставке еды деп. Яғни сіздер әрбір жаңағы студенттерге, жұмыс істеп жүрген адамдарға осы өздеріңіздің ссылкаларыңызды жіберген жағдайда олар жаңағы ссылкамен кіреді. Одан кейін осы жерде стать курьером дегенді басады. Енді осы жерде стать курьером деген жерде біріншіден олар өздерінің анкеталарын жазады, 5-10 минут уақыт алады екен. Одан кейін обучение өтеді, ары қарай уже получите экипировку и приступайте к доставкам деп тұр. Осының барлығын бастап жасағаннан кейін сіздерге әрбір жұмысқа шыққан адамға 2300 рубльдан ақша төленеді екен. Сонымен қатар тағы бір маңызды моментті көрсеткім келіп отыр. Ол мына жерде бізде краткое описание деген жерді оқып шыққандарыңыз дұрыс. Принимаем гео деп тұр. Нұр-Сұлтан және де Алматы қаласынан болу керек, яғни жұмыс іздеушілер. Ары қарай қарап тұрсақ, мына жерде бізде согласованные тексты для Крео деп жазылып тұр. Осыны таңдайсыздар, басыңыздар. Осы жерде барлығы көрсетілген. Біріншіден ол әлеуметтік желілер, екіншіден астыға түсетін болсақ, для размещения на работных сайтах деген ол, яғни Headhunter бар, Superjob бар, OLX бар. Сол жерге де сіздер өздеріңіздің объявленияларыңызды саласыздар. Басқа адамдар сіздерге WhatsApp-қа жазады. Соларға сіздер осыны көрсеткеннен кейін өздеріңіздің ссылкаларыңызды жібересіздер. Ол ссылкамен басқа адамдар өткеннен кейін сіздер ары қарай түсіндіру керексіздер. Яғни мысалы мына жерде приступить к работе деген басасыздар, анкеталарыңды толтыр деп соның барлығын контролировать ету керек сіздерге. Солардың барлығын жасағаннан кейін олар жұмысқа тұрады, ал сіз болсаңыз өзіңіздің 2300 рубль немесе 13000 теңгеңізді алатын боласыз. Сонымен қатар мына жерде өте көптеген тексттар бар.
барлығы дайын түрде, соны жай ғана копировать етіп салып отыру керек. Өзіміздің осы дайын ссылканы блокнотқа жазып алғандарыңыз дұрыс, ары қарай керек болады. Енді осы жерден ақша табу үшін біріншіден біз Инстаграмды қолданатын боламыз. Инстаграмға кіріп, поискқа жазасыздар работа Астана деп. Мына жерде көріп тұрғандарыңыздай көптеген страницалар бар. Астана работа, вакансия, работа Астана, вакансия Астана, работа КЗ Астана деп. Осы әрбір группаларды ашып шығасыздар. Міне қараңыздар, бірінші страницада бізде 130 000 подписчик бар екен. Объявление беру үшін осы WhatsApp номерға жазасыздар, одан кейін осы жердегі дайын текстті алып, сол WhatsApp номерге жібереміз. Яғни курьер іздеп жатырмыз деп. Енді екінші страницаны қарайтын болсақ, осы жерде бізде 50 000 подписчик бар екен. Ол үшін біз өзіміздің заметкеға кіріп, жаңағы дайын текстті жазып аламыз, одан кейін осы жердегі дайректқа жіберуге болады. Өздеріңіз скрин жасап, осылай жібересіздер. Соның барлығын жібергеннен кейін осы группа сіздерге объявленияларыңызды салатын болады, одан кейін сіздердің WhatsApp-тарыңызға басқа адамдар жазады. Сол адамдарға сіздер өздеріңіздің жаңағы дайын ссылкаларыңызды жіберіп, айтасыздар, осы жерде біз өзімізге курьерларды іздеп жатырмыз. Ол үшін осы ссылкамен өтесіздер, одан кейін жаңағы заявка, анкетаны толтыру керек болады деп. Яғни жаңағы жұмыс істеген адамдар осы анкетаны толтырып, одан кейін жұмысқа тұрады. Сол үшін сіздер қайтадан айтамын, ақша табасыздар. Ал бізде екінші тәсіл, ол әрине ВКонтакте болып есептелінеді. Бұл жерде де көріп тұрғандарыңыздай работа Алматы деп жаздым, работа Астана деп жазуларыңызға болады. Осы жерде көптеген адамдар өздеріне жұмыс іздеуде. Сондықтан да осы группаларды ашып аласыздар. Работа Алматы, мына жерде қарап тұрсаңыздар, 235 000 подписчик бар екен. Келесі работа Алматы, 134 000 подписчик бар. Сондықтан да 44 000 подписчик бар, 14 000 подписчик бар екен. Міне достар, осы группаны аштым. Осы жерде предложить новость деген жерге өздеріңіздің жаңағы осы текстті скопировать етіп алып, осылай саламыз. Міне, кішкене өзгертуге де болады осының барлығын. Одан кейін пишите мне в директ, немесе пишите мне в личное сообщение деп жазған дұрыс осы жерге. Одан кейін осы объявлениені көрген адамдар сіздердің личкаларыңызға жазады, сол арқылы сіздер өздеріңіздің жаңағы дайын ссылкаларыңызды жібере аласыздар. Міне достар, ешқандай қиындығы жоқ, күнделікті осы жерде объявлениялар салынуда. 721 адам көрген екен. Келесі объявлениені қарап тұрсаңыздар, 894 адам, яғни бір объявленияны 1000-нан астам адам көреді екен. Соның өзінен сіздерге хотя бы 10-15 адам жазып тұрса, сіздер жақсы ақша таба аласыздар. Және достар, тағы бір айтарым, бір объявление жасап қойып отырудың қажеті жоқ. Сондықтан да сіздер әрбір группаға көп объявление жасағанның арқасында сіздерге одан да көбірек адам жазады. Соны ұмытпаңыздар. Өйткені кейбір адамдар жазуы мүмкін, бір объявление жасап қойып, ой, клиент жазған жоқ, жұмыс схема істемейді деп. Сондықтан да ондай болмас үшін әрине көбірек объявление салғанымыз дұрыс. Кім көбірек объявление салады, әрбір группаларға, мысалы жаңағы Инстаграмда 10 группаға салады, ВКонтактеде жаңағы 5 группаларының барлығына, яғни әрекет жасап салғанның арқасында ол адамға әрине көп адам обращение жасайды, яғни WhatsApp-ына жазады, ВКонтакте немесе Инстаграмына жазады, оларға ол адам яғни өзінің ссылкасын жіберіп, одан да көбірек ақша таба алады. Соны ұмытпағанымыз жөн. Егер де сіз бір объявление жасап қойып отырсаңыз, онда сізге ешкім жазбауы да мүмкін, соны түсініңіз. Сондықтан да достар, осы моментті сіздерге тағы бір рет айтып кетемін, көбірек объявление жасауымыз керек. Міне достар, сіздерге әрбір группаны көрсетіп отырмын. Кейбір мысалы группаларда объявлениені тегін салмайды. Ол жерге мысалы бір публикацияға 500 теңге төлеу керек екен. Егер сіздерде принцип болса, жоқ мен тегін орындағым келеді деп, онда сіздерге көбірек іздеу керек болады. Осындай группаларды одан кейін предложить новость деп өздеріңіздің объявленияларыңызды саласыздар. Сонымен қатар мына жерде комментарий ашық, осы комментарийға да жазуға болады өздеріңіздің объявленияларыңызды. Ал егер де сіздер бірінші болып тезірек ақша тапқыларыңыз келсе, онда осы жердегі мысалы публикация объявление 500 теңге тұрады. Қосымша өздеріңіздің 1000-1500 теңге ақшаларыңыз болса, оны да тексеріп қолдануға болады. Яғни 500 теңге қазіргі кезде білесіздер, өте көп ақша емес. Яғни сол 500 теңгенің арқасында сіздер 13 000 немесе 20 000 теңгеге дейін табуларыңызға болады. Сондықтан да әрине бұл жерде орысша айтқан кезде тестировать дейді ғой, соны қолданғандарыңыз жөн. Келесі бізде OLX, яғни осы жерге өздеріңіздің объявленияларыңызды салуға болады. Мына жерде работа деген таңдайсыздар, Нұр-Сұлтан немесе Алматыны таңдаймыз, подать объявление деп жасаймыз. Бұның ешқандай қиындығы жоқ, барлығы қадам-қадаммен. Ары қарай подать объявление деп жазып болғаннан кейін, осы жердегі дайын текстті алып аламыз. Одан кейін ең басындағы вакансия, курьер, доставщик, партнеру сервисы Яндекс.Еда деген осыны жазып аламыз. Ары қарай осы текстті описаниясына салу керек болады. Ең астына өздеріңіздің WhatsApp номерларыңызды жазып қоюға болады екен.
Сонымен қатар қазіргі кезде өздеріңіз білесіздер, бізде TikTok бар. TikTokта өте көп жаңағы студенттер, оқушылар отырады. Сондықтан да осы жерге де работа Астана деп поисқа жазатын болсақ, өздеріңіздің кішігірім видеоларыңызды салуға болады. Яғни ищем курьеров деп, немесе қазақша курьерларды іздеп жатырмыз. Зарплата там 200 мың теңгеден немесе зарплата 9600 теңгеден күніне деп жазып қойсаңыздар болады. Соның өзінде сіздерге видеоларыңыз топқа шығып, сіздердің жаңағы дайректтарыңызға адамдар жазатын болады. Міне достар, Яндекс.Еданың өзінің описаниясында көрсетілген күніне 9600 теңге тап деп. Сондықтан да достар, осылай жазуларыңызға болады. Қара экранда телефондарыңызға күніне 9600 теңге тапқың келсе, маған жаз деген сияқты WhatsApp номерді салып қоюға болады. Ешқандай қиындығы жоқ. 4 тәсілді сіздерге көрсеттім. Біріншіден, осы жердегі создать поток деп өздеріңіздің ссылкаларыңызды алып аласыздар. Екіншіден, жаңағы ВКонтакте немесе Инстаграмға кіріп, объявленияны салу керек болады. Сол арқылы сіздерге басқа адамдар жазатын болады. Сол адамдарға сіз подробно жазу керексіз. Біз курьерларды іздеп жатырмыз деп. Ол үшін сіздер осы ссылкамен өту керексіздер. Анкетаны толтырасыздар. Ары қарай видео обучение өткеннен кейін жұмысқа тұрасыз. Күніне 9600 теңге табуға болады. График мына жерде көрсетілген, барлық описанияда бар. Рядом с домом, яғни форма и сумка барлығы сіздерге тегін беріледі деп айтасыздар. Гибкий график. Студенттер, оқып жүрген немесе оқушылар барлығы да осы жерде жұмыс істей алады. Мысалы, смена 4, 6, 8, 10, 12 сағатқа дейін. Және де бесплатное обучение. Осының барлығын